Barşаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Ақмарал, сіздермен бірге өте қарапайым орам жапырақтан дайындалатын галбусыды дайындаймыз. Рецепті соңына шейін қараңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз орам жапырақтың түбін 4 бөлшектеп кесіп дайындап аламыз. Дайындап алған капустамызды қайнап тұрған суға салып 10-15 минут қайнатамыз. Сол арада салмасын дайындап аламыз. Мен алдымен подливке картошкасын ирек пышақтың көмегімен турап алдым. Алдағы уақытта менен қандай рецепттер күтесіздер, соны комментарияға жазып қалдырып кетіңіздер. Мен міндетті түрде комментарияларыңызды оқып шығамын. Тартылған етіміздің үстіне пиязымызды ұсақтап, жақсылап турап алып саламыз. Пиязымызды турап салып болғанымыздан кейін укробымызды әдемілеп турап, укробымызды пиязымыздың бетіне саламыз. Жуып дайындап алған жарты кесе күрішімізді салып, үстіне тұзымызды, қарабұшымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен салмамыз дайын болды. Жаңағы қайнатып қойған орам жапырағымызды біртіндеп барлығын ажыратып аламыз. Ажыратып алған орам жапырағымыздың ортасынан кесіп, орам жапырағымыздың қатты жерлерін алып тастаймыз. Барлық жапырақтарымызды дәл осылай дайындап аламыз. Дайындап алған жапырағымызға салмамызды салып, әдемілеп ораймыз. Жапырағымыздың екі жағын ішке қаратып, салмамыз шашылып кетпейтіндей қылып, жақсылап әдемілеп орап шығамыз. Барлық салмамызды дәл осылай ораймыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздердің әрбір тіркелгендеріңіз мен үшін өте қымбат. Мінекей галбусымыздың барлығын орап дайындап алдық. Енді алдын ала қуырып дайындап алған подливымыздың үстіне барлығын серіп шығамыз. 25-30 минутта галбусымыз піседі. Мінекей галбусымыз пісіп шықты. Енді тарелкаға салып ұсына берсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Ақмарал. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Рецепт ұнаса достарыңызбен бөлісіңіздер. Галбусымыз өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шықты. Соңына шейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.